Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз Кеңес одағының батыс мемлекеттерінен көшірген техникалар жөнінде болмақ. Ендеше кеттік. Кеңестік үгітшілер қарапайым халыққа КСРО-ның капиталистік мемлекеттерге қарағанда прогрессивті жаңа типтегі мемлекет екенін айтудан жалықпады. Кеңес одағының басшылығының басты ұраны Американы қуып жетіп, одан бас бозу болды. Ал расында КСРО-да олардың ауқымы мен таңғажайып ашқарақтығы барлығы көшірілді. Үлкен зауыттардан, автомобильдерден, танктерден, ұшақтар мен зымырандардан бастап, фотоаппараттарға, тұрмыстық техникаға және балалар ойыншықтарына дейін көшірілді. Мынау КСРО-дағы әскери, азаматтық, тұрмыстық техника мен электрониканың негізгі көшірмелерінің суреттері. Кеңес одағында көшірмелердің көп болғаны соншалық, оның қайсысы оригинал екен тіпті ажыратудың өзі қиын болды. Және бұл көшірмелердің соңғы винтигіне дейін орысша атаулар берілді. Және бұл кеңестік ғылымның тағы бір жетістігі және жеңіс ретінде халыққа көрсетілді. Көшірілген бұл әрқашан ұрланған дегенді білдірмейді. Ұрлауға болмайтын нәрсе ақшаға сатып алынды. Бұл негізінен сталиндік индустрияландыру кезеңіндегі ірі өнеркәсіптік нысандарға қатысты. Осы кезеңде өнеркәсіптік құрылыстың зияткерлік орталығы американдық сәулетші Альберт Кан Инк деп аталатын фирмасы болды. Детройтта Форд зауыттарын салған ол КСРО-да жалпы құны $2 миллиард құрайтын 500-ден астам өнеркәсіптік нысандарды салуға тапсырыс пакетін алған болатын. Қазіргі бағам бойынша бұл шамамен $250 миллиард. Мәскеуде Альберт Кан Инктің филиалы ашылды. Оны Госпроектстрой деп атады. Оның жетекшісі компания басшысының ағасы Мориц Кан болды. Ол кезде бұл әлемдегі ең үлкен сәулет бюросы болатын. Ол кеңестік тапсырыс беруші мен жабдықтарды жеткізетін және жеке нысандардың құрылысына кеңес беретін жүздеген батыс компаниялар арасындағы үйлестіруші рөлін атқарды. 1923-1933 жылдары КСРО-ның ауыр өнеркәсібінде 170 техникалық көмек туралы келісім жасалды. Оған 73 неміс компаниялары, 59 американдық, 11 француздық, 9 шведтік және 18 басқа елдердің фирмаларымен келісім жасалды. Американдық гидроқұрылысшы Хью Купер Днепрогэс құрылысының бас кеңесшісі болды. Ол үшін гидротурбиналар General Electric және Newport News кеме жасау компанияларынан сатып алынды. Магнитогорск металлургия комбинаты Индиана штаты Герри қаласындағы металлургия комбинатының дәл көшірмесі. Американдық Arthur J. MSK & Co. компаниясының басшылығымен жобаланған және салынған. Осы және КСРО-ның барлық басқа металлургиялық комбинаттарына арналған домна пешін Chicago Frame Engineering Co. компаниясы ойлап тапқан. Нижний Новгород автомобиль заводының технологиялық жобасын Ford, құрылысын американдық Остин Мотор компаниясы жасады. Мәскеудегі бірінші мемлекеттік подшипник заводы итальяндық Риф компаниясының техникалық көмегімен салынды. 1930 жылы Канның жобасы бойынша салынған Сталинград трактор заводы бастапқыда ақш-та салынды. Содан кейін бөлшектеліп КСРО-ға жеткізілді. Американдық инженерлердің бақылауымен жиналды. Ол 80-нен астам американдық машина жасау компаниялары мен бірнеше неміс фирмаларының жабдықтарымен жабдықталған. Caterpillar, Челябі және Харьков трактор заводтарына, сондай-ақ Ростов және Саратов комбайн заводтарына жабдықтар жеткізіп берді. Немістерді индустрияландыруға белсенді қатысты. Мәскеудегі ауыр машина жасаудың орталық бюросы негізінен немістің Демак компаниясының филиалы болатын. Сондай-ақ Siemens Шахертауық AJ компаниясы да жұмысқа тартылды. Ол заманауи жабдықтарды жеткізіп беріп отырды.
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін тек Германияның өзінен Кеңес одағына 2885 завод, 96 электр станциясы, 340 мың станок, 200 мың электр қозғалтқысы жеткізілді. 1000-ға жуық завод КСРО-ға Манчжурия мен Кореядан жеткізілді. Бір жылдың ішінде Германия, Австрия, Венгрия және басқа да Еуропа елдерінен 4389 кәсіпорын бөлшектеліп Кеңес одағына жеткізілді. Кеңес сыртқы сауда ведомствосының итальяндық Fiat компаниясымен келісімі бойынша Тольяттиде толық өндірістік циклі бар Волга автомобиль заводы құрылды. Fiat концерніне заводты технологиялық жабдықтау және мамандарды оқыту жүктелді. Сонымен қатар Кеңес одағында мотоцикл өндірісінің көшірмесі де кең етек алды. Мысалыға, Орал М72 ауыр әскери мотоциклі немістің BMW R71 мотоциклінің толық көшірмесі. Әскери техникаға келетін болсақ, Кеңес одағының жеңіл Т-26 танкісі танымал британдық экспорттық Vickers МК-Е танкісінің лицензияланған көшірмесі болатын. Болашақ КамАЗ 5320-ның прототипі ЗИЛ-де жасалған және ЗИЛ-70 деп аталды. Алғашқы ЗИЛ-70 1968 жыл жасалған. Прототип үшін үлгі ретінде капотты және капотсыз аналогтардың талап етілетін класын сынау және анықтау үшін шетелден сатып алынғандардың арасында американдық International COF 220 таңдалды. ЗИЛ нұсқасында International COF 220-ның кабинасы сәл өзгеше болды. КамАЗ автомобильдері үшін кабина қайта өңделді. Айтпақшы, КамАЗ автомобиль заводының толық жабдықталуына 700-ден астам шетелдік компаниялар қатысты. Оның ішінде Батыс Еуропа, ақш, Канада және Жапонияның компаниялары қатысты. Сондай-ақ жекелеген өндірістерді жобалауға шетелдік фирмалар тартылды. ақш-та жобалық құжаттама пакетмен бірге сатып алынған Кристи М1928 танкі бейімделгеннен кейін кеңестік БТ-2 танкісі болып шыға келді. Бір қызығы, аты аңызға айналған кеңестік Т-34 танкі американдық конструктор Кристидің идеяларын дамыту нәтижесінде пайда болды. Қару-жарақ саласында да көшірулер өте көп. Кеңестік ТТ тапаншасы сыртқы жағынан да, құрылымы жағынан да Браунинг 1903-ке өте ұқсас. Финляндиямен соғысқа дейін 1934 жылы Кеңес армиясында ППД пистолет пулеметі пайда болды. Бәрі де еш нәрсе емес-ау, бірақ ол екі су тамшысы сияқты 1931 жылы шығарылған финляндиялық Suomi пистолет пулеметіне мықты ұқсайды. Мен сізге Кеңес одағы тұрғысынан президент пен Америка құрама штаттары соғыста жеңіске жету үшін не істеген айтқым келеді. Бұл соғыстағы ең маңызды нәрсе машиналар. Америка құрама штаттары айына 8.000-нан 10.000-ға дейін ұшақ шығара алатындығын дәлелдеді. Кеңес одағы айына ең көп дегенде 3000 ұшақ шығара алады. Англия айына 3000-3500 шығарады. Көбінесе ауыр бомбалаушылар. Осылайша Америка құрама штаттары машиналар елі екенін дәлелдеді. Ленд-лизге жеткізілген бұл машиналар болмаса, біз бұл соғыстан ұтылар едік. Бұл Иосиф Сталиннің Тегеран конференциясы 30 қараша 1943 жылы Уинстон Черчиллдің туған күніне арналған тоста сөйлеген сөзінен. Сіздің президент мырза Кеңес одағына әскери жабдықтар мен шикізат жеткізуді қамтамасыз ету үшін $1 миллиард пайызсыз несие беру туралы шешіміңізді Кеңес үкіметі Кеңес одағына жалпы жау қанды гитлеризмге қарсы үлкен және ауыр күресте шұғыл көмек ретінде шын жүректен қабылдады. Иосиф Сталиннің ақш президенті Рузвельтке жазған хатынан 1941 жылғы қараша айы. Міне енді қазіргі таңда кейбір ресейлік саясаткерлер екінші дүниежүзілік соғыста
бізге ешқандай батыс мемлекеттері көмек көрсеткен жоқ, өз күшімізбен жеңдік деп көлгірсуде. Германиямен соғыстағы Кеңес одағының ең құнды олжасы Фау-2 зымырандары болды. Германиядағы Фау-2 құрастыру зауыты, Рабе институты, Монтания қозғалтқыш зауыты және сынақ базасы негізінде неміс зымыран бағдарламасын зерттеу үшін Нордхаузен институты құрылды. Гайдуков оның директоры болды. Королев бас инженер, Глушко Фау-2 қозғалтқыштарын зерттеу бөлімін басқарды. Фау-2-ні көшіру үшін кеңес мамандарының бірнеше жыл уақыт кетті. Оған өндірістің төмен мәдениеті және қажетті компоненттердің болмауы әсер етті. Неміс зымырандарында сәйкесінше 87 болат және 59 түсті металл маркалары мен сорттары қолданылды. Оның кеңестік клонында R1-де 32 болат және 21 түсті металл маркалары қолданылды. Әрине, неміс мамандарының ерікті мәжбүрлі түрдегі көмегінсіз бұл жұмысты атқару мүмкін емес еді. Кеңестік немістер әлемге қазір зымыран ғылымының классикасына айналған техникалық шешімдер берді. Бөлінген бас бөлшектер, жүк көтергіш бактар, аралық түбі, жанармай бактарының ыстық үрлеуі, қозғалтқыштардың жалпақ форсункалық бастары, қозғалтқыштардың көмегімен тартым векторын басқару және тағы басқа. Олар құрлық аралық қашықтыққа ұшу қашықтығы 600, 800, 2500 және 3000 шақырым баллистикалық зымырандардың жобаларын жасады. Шын мәнінде әлі күнге дейін ғарышқа ұшатын Р-7 зымырандарының бүкіл түрлерінің жасалуына, оның ішінде Восход, Восток, Союз және тағы басқалардың жасалуына неміс мамандарының шешімдері мен идеялары негіз болды. 1980 жылдардың басында Кеңес одағының жапон станоктарын заңсыз сатып алуымен халықаралық жанжалға әкелген оқиғаны еске түсіруге болады. Бұл атом суасты қайықтарының корпустары мен бұрандаларын жасау сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік берді. Бұған дейін кеңестік атом сүңгуір кемелерінің ұшу деңгейі американдықтарға қарағанда өте жоғары болатын. Бұл жапондық станоктар бұл мәселеде Кеңес одағының жағдайын едәуір жақсартуға мүмкіндік берді. Алғашқы және жалғыз посткеңестік жолаушылар лайнері Суперджет бұл бүтіндей ресейлік емес. Оның құрамдас бөліктерінің 70%-ға жуығы, соның ішінде аса маңызды компоненттері импортталған. Қорытындылайтын болсақ, мұның бәрі айсбергтің ұшығаны. Көшірмелердің тізімін шексіз жалғастыруға болады. Оған үтіктер, әскери техника, өнеркәсіптік жабдықтар, электроника кіреді. Жалған және лицензиялық көшірмелер әрдайым кеш шығарылды. Бір нәрсе 2 жылға кешіктірілді, енді бірі 10,5 жылға созылды. Сонымен қатар түпнұсқа мен сыртқы ұқсастығы бар кеңестік көшірмелердің көпшілігі түпнұсқадан гөрі нашар болды. Microsoft, Apple, Google, Intel, IBM, Boeing, Philips, Pepsi-Cola, Ford, Pfizer, Sony, Samsung, General Electric, Cisco және тағы басқа сияқты ірі халықаралық корпорацияларды шенеуніктер емес, жеке кәсіпкерлер құрған. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, бұл прогресті жылжытатын еркіндік және адал бәсекелестік. Ал адал бәсекелестікті тежейтін және таңылған идеология бұл ешқандай дамуға алып бармайды. Сонымен қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса, лайк басып, осы арнаға жазылайық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.